Құрметті оқушылар, сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен 32-ші параграф геометриялық ықтималдық тақырыбының атомның есептерін шығаратын боламыз. Енді қараңыздар, бұл геометриялық ықтималдықты да біз қазір сіздерге жазып көрсетемін оны. P тең n бөлінген n формуласы арқылы шығарамыз. Және ол m-нің орнына қажет жағдай кіші ал жалпы жағдайға үлкен l-ді қойып есептеп шығара аламыз. L және үлкен l деп осылайынан қойып шығарамыз. Енді қараңыздар, не дейді? Бірінші есепті оқиық. 32-де бірінші үстелге ойын сүйегі лақтырылды. Ойын сүйегі дейміз, нардының сүйегі. Нарды білесіздер. Енді қараңыздар, ойын сүйегінде 4 деген ұпайдың түсуінің ықтималдығын айтып жатыр бізден. Қараңыздар, нардыда өзі 4 деген бір ғана сан болады. Сондықтан бізде қараңыздар, жалпы жағдай бізде 6, 4 деген сан бізде біреу ғана болады. Сондықтан P тең m бөлінген n орнына бізде қажет жағдай 1, жалпы жағдай 6. Сонда бізде 6-тан 1 4 түсуінің ықтималдығы 6-тан 1-ге тең болады екен. Енді екіншісін қараңыздар. Екіншісі не дейді? Ойын сүйегінде жұп санын түсу ықтималдығын. Енді қараңыз, жалпы жағдай 6, жұп саны бізде 2, 4, 6, яғни бізде 3 жағдай, қажет жағдай 3 рет жұп саны түседі. Мысалы, ойын сүйегі болса, мұны 2 түседі, 4, яғни 6 болса 3 ғана бізде түсе алады екен. Енді формула саламыз. Қажет жағдай 3, жалпы жағдай 6. Сонда екеуінде 3-ке қысқартсақ, бізде неше болады? 2-ден 1. Сонда біз 2-ден 1-ге тең болады. Енді 32-де екінші есепті қарайық. Ұзындығы 1 см болатын кесіндіні, мысалы, ұзындығы 1 см болатын кесінді. Бойынан кездейсоқ алынған нүктеден кездейсоқ бір нүкте аласылайық. Кездейсоқ бір нүкте аламыз. А нүктесі деп алайық. Ұштарына дейін қашық 4-тен 1-ден асып оның ықтималдығын табыңдар дейді. Енді қараңыздар. Бұнда жалпы бізде қараңыздар. Жалпы жағдай n 1-ге тең. Тойы. Енді қараңыздар, бізде енді 1-ден 4-тен 1-ді алып тастаймыз. Сонда бізде қанша қалады? 4-тен 3 бөлігі қалады. Тойы 4-тен 3 бөлігі. Енді қараңыздар, 4-тен 1-ді алып тастаймыз. Сонда 4-тен 2 бөлігі қажет екен бізде, көрдіңіз бе? Қажет жағдай бізде 4-тен 2. 4-тен 2 бізде қажет жағдай. Енді формула саламыз. P тең бізде қажет жағдай 4-тен 2. 4-тен 2, оны біз 4-тен 2 қысқартып 2-ден 1 деп алсақ болады. Енді бұлай 0,5 есеп жаза салайық. Және жалпы жағдай 1, сонда бізде 0,5-ге тең болады. Ықтималы 4-тен 1-ден асқан ықтималы, сонда бізге нешеге тең? 0,5-ге тең. Енді келесі есептерді қарастырайық. Келесі есепте дейді бізде 38-ші есепте қабырғасының ұзындығы 2 см болатын квадрат. Қабырғасының ұзындығы 2 см болатын квадрат. 2 см болатын квадрат. А нүктесі алынды. Кез келген бір А нүктесін ала салайық. Осы квадрат қабырғасының ұзындығы ішінен тағы 1 см болатын екінші квадрат салынды дейді. 1 см болатын тағы екінші квадрат салынды. Екінші квадрат салынды. Екінші квадрат салынға алынған нүктенің екінші квадратқа тиісті болуының ықтималдығын табыңыз. Тең болу ықтималын табыңыз дейді. Енді оқушылар, бұны енді сызып алдық. Енді формуланы жазайық. Формула P бассақ бұдай m бөлінген n. Енді бұл жерде біріншісінің s бір үлкеннің ауданын тауып алайық.
2-нің квадраты тең 4 есе 2 кішісінікі. Енді 1-нің квадраты өзіне тең болады, яғни 1-ден 1. Яғни жалпы жағдай бізде нешеге тең? N тең 4-ке. Қажет жағдай 1-ге. Формулаға қоя саламыз болды. А тең 4-тен 1. Сонда бізге 4-тен 1-ге тең. Яғни 0,25-ге тең екен. Енді 32-де 4-ші есепті қарастырайық. Қабырғасының ені квадрат. Міне қараңыздар, бұнда сіздерге салып көрсете салайын. 2 сантиметр болады квадрат. Енді оның ішіне тағы да бастапқы есепке ұқсайды екен. Қабырғасының 1 сантиметр. Енді бір нүкте алынды. Осының алған нүктенің екінші квадратқа тиісті болуы ықтимал табыңыздар. Енді қараңыздар, бұл есепке кері есеп деп алсақ та болады. Мысалы, ПА тең М бөлінген Н деп алсақ болады негізі. Осы кері есеп. Енді қараңыздар, жалпы ықтималдық 1-ге тең болса, бастапқы тауып алған ықтималдығы 0,25-ті осыдан алып тастасақ бізден 0,75. Яғни А нүктесіне тиісті болу ықтималдығы 0,75-ге тең болады. Ал енді келесі есеп. Бұнда радиусы 2 сантиметр болатын дөңгелек. Радиусы 2 сантиметр болатын дөңгелек. Радиусын 2 сантиметр болатын дөңгелек. Кездейсоқ В нүктесі алынады. Кездейсоқ В нүктесі мысалы. Кездейсоқ В нүктесін алдық. Және іште 1 сантиметр болатын дөңгелек іште салынған. 1 сантиметр болатын бір дөңгелек іште салынды. 1 сантиметр болатын. В нүктесінің іште салынған дөңгелек тиісті болуының ықтималын табыңыздар дейді. Енді қараңыздар. Шеңбердің аудан біз πr квадратпен табатын едік. Енді қараңыздар. Оны есептейік. S1 үлкендігін тапсақ 3,14 көбейтілген 4, сонда бізде 12,5 сантиметр квадрат. Ал S2 кішісінікі 3,14 пиға тең көбейтілген 1, сонда бізде 3,14. Енді бізде жалпы жағдай 12-де 5, қажет жағдай 3,14. Енді формула қоя саламыз. Енді қараңыздар, 3,14 12,5. Яғни 3,14 күшін қысқартып жүрсек 4-тен 1. Яғни 0,25. 0,25-ге тең болады. Келесі. 32-де алдында қарастырайық. Бұл да оған кері есеп деп алсам болады жаңағыдай. М бөлінген Н. М бөлінген Н. Бұда нейді бастапқы қараңыздар. 32-де 4-тік есеп секілді. ПА тең 1-ден 0,25 алып тастаймыз. Соны 0,75. Яғни салынған В нүктесінің салынған дөңгелекке тиісті болуының ықтималдығы бізде 0,75-ге тең екен. Енді қараңыздар. Келесі 32-де 7-ші есепті қарастырайық. Burada радиус берілген екен. Қараңыздар, 3 сантиметр болатын. 3 сантиметр болатын кездейсоқ В нүктесі салынды. В нүктесін қоя саламыз. Осы шаршының ішінде 2 сантиметр болған шар салынды. 2 сантиметр болады. 2 сантиметр болады. 2 сантиметр болады. Болатын шар салынды. В нүктесінің ішіне салынған шарға тиісті болуының ықтималдығы. Енді қараңыздар. Осы шар мен сіздерге қазір шар салып тұрған. Мен сіздерге шеңбер салып тұрған екен өкінішке орай. Енді шар дегеніміз осы секілді ғой. Шар осындай болады. Осылай. Осылай аласыз. Яғни радиустары осылай. Енді бұл бір шар болатын болса, бізге көлемі керек. Көлемі табу үшін 3,4 πr куб. πr куб болады. Енді қараңыздар. В үлкенін табатын болсақ, үлкен деп қояйын. 3,4
пи үлкендікі бізде 3, 3-тің кубы 27. В кішкентай кішісінікін кіші шарды алатын болсақ 3/14 пи 2-нің кубы 8. Енді солайын r үлкендікі 3, кішкентай r-дікі 2-ге тең. Енді бізде жалпы жағдайымыз былай белгілей салайын. Жалпы жағдайымыз осыған м қажет жағдайымыз осы кішісінің көлеміне тең болады. Енді формулаға салайық. ПА тең 3/4 пи 8, 3/4 пи 27. Енді 3/4 пи мен пи қысқарады. Сонда бізде іш болады 8-ден 27. 8-ден 27. Ықтималдығы 8-ден 27 болады 2. Енді келесі 32-де 8. Бұған өте кішкентай орын қалдырдым, өйткені бұлда осыған кері амал болғандықтан, және кері осыған. Сондықтан ПА тең 1-ден аламыз 8-ден 27. Бұл 27-ден 27 болады. Аламыз 8-ден 27 тең болады 19-дан 27. Яғни бізде жауабы неш болады? 19-дан 27 болады екен. Құрметті оқушылар, сіздермен бүгін А тобының есебін қарастырдым. Яғни бұйыртса В тобының есебін де сіздермен қарастыратын боламын.